Ой, жесеңші. Ой, сен қатырдың ғой не? Қалай кіресіз? Тұра тұрсаң енді уағыз бітіріп алайық кәне. Мынауын қатырдым. Осындай болып тұрады. Байдың қызында да. Аллаға мың да бір шүкір. Алла бізді жаратты, бекерден бекер жаратқан жоқ. Барлығымыз дүниеде қонақпыз, бір-бірімізге қонақпыз, қайтадан Раббымыздың құзырына барлығымыз қайтамыз. Жассың ба, кәрісің ба, аурусың ба, саусың ба, ешкім Алланың алдында қызық емес. Уақыты сағаты келген кезде барлығы Алланың алдына қайтады. Бірақ кім қалай қайтады, сол қызық болып тұр. Ғалымдарымыз айтады, небір адамдар дүниеден өтіп кетіп жатыр дейді, бірақ өмірдегі ең ләззатты, тәтті нәрсені алып кете алмай жатыр. Сонда шәкірттер сұрайды, ол не нәрсе, я ұстаз? Не нәрсе дүниедегі ең ләззатты, тәтті нәрсе десе, ғалым айтқан екен, дүниедегі ең ләззатты, тәтті нәрсе Құдайды тапқан жүрек деп айтқан екен. Сондықтан міне Құдайды тапқан жүректер жиналып жатырмыз. Мынау кейбір Құдайды тапқан жүректер кейде Құдайға ренжіп қалып жатады екен. Кейбір Құдайды тапқан жүректерді кейбіреулер мешітті жолдан тосып жатады екен. Не бар мешітте саған деп? Не бар мешітте? Ютубтан ақ көре сал, өйте сал, бүйте сал. Осы бір тақуа болмай қойшы, сен бар ғой, кеше ғана сен білем ғой мен сен не істеп жүрген кешеден деп. Бүгін өзінше болып тақуа болып тақия киіп басыңа жұмадан қалмайтын болып кетіпсің ғой деген сияқты әңгімелерді айтатын адамдар бар ма? Бар. Оның орнына келсеңіз кішкентай кальяндатайық. Бірдеңе қылайық. Ставка тігейік мына жақта деген, ставка тігіп ақша көтеріп алып жатырмын мен. Көрдіңіз бе? Осындай не адамнан болған шайтандар болады кейде. Бұны Құранда Алла тағала айтып қойған. Минал джиннати уан нас. Ол шайтан жындан да болады деді, адамнан да болады деді. Қараңыздар. Мына жерде қазір менің көзім қуанып жатыр да, мысалға. Осындай керемет Қарағандының тұрғындары жан-жақтан ауылдан келген жамағатша естіп жатырмыз, аннан мындан келіп жатыр деп жатыр. Қандай керемет көрініс, мына көрініс. Қараңызшы, мына көрініс Құдайға ұнай ма, ұнамай ма? Ұнағанда қандай? Құдай тағала осы тұрғанда періштелерге мақтанып жатқан шығар, кім біледі? Именно періштелерге мақтанады Алла тағала. Өйткені именно періштелер адам жаратылып жатқан кезде әңгіме айтқан. Адам атан жаратылып жатқан кезде сен, ей Раббымыз, қан төгетін, бұзықтық жасайтын адамды жаратып жатсың ба деді. Сонда Алла тағала инни а'ламу ма ла та'ламун деді. Мен сендер білмейтін нәрсені білем деді періштелер дейді. Сендерді жаратқан мен ғой деді. Дұрыс па? Сонда періштелер не деді? Субханака деді. Раббымыз сен кемшілік сипаттардан пәксің деді. Ла илма лана, бізде ешқандай ілім жоқ. Илля ма алламтана, өзің үйреткеннен басқа. Көрдіңіздер ме? Сонда періштелер бұлай деп неге айтып жатыр деп қарасақ, кейбір тәпсір кітаптарында Алла тағала періштелерге жердің бетінен барып топырақ әкеліңдер, адамды жаратам деп айтқан екен. Сонда әр періште әр жердің топырағынан алған. Біреу Арқаның топырағынан, біреу Бетпақдаланың топырағынан, біреу Қостанайдың қара топырағынан сөйтіп жинаған кезінде адамның топырағы әр түрлі неден жасалған дейді. Топырақтардың құрылымынан жасалған дейді. Бір-біріне жабыспайды дейді. Ана көрдіңіздер, әр түрлі топырақ. Енді бұдан шығатындар ертең бір-бірін тыңдамайтындар. Көрдіңіз ба? Бір-біріне келіспей не істейді? Қан төгеді дейді. Дұрыс па? Мына жерде қанша адам отырмыз? 1000-2000 адам отырмыз ба? 2000 түрлі пікір бар мына жерде. 2000 түрлі ой бар. 2000 түрлі әркімнің өзінің позициясы бар ұстанған. Бірақ барлық адамның ой пікірі, позициясы бір нәрседе ғана бас қосалады. Бұл Құдай салған шариғаттың шеңберінде ғана. Басқа жерде адамдардың пікірі ешқашан ести алмайды. Бір-бірімен келісе алмайды. Сонымен періштелер айтып жатыр ғой. Сол үшін Алла айтып жатыр періштелерге, әрдайым мақтанған кезде көрдіңдер ме, ей періштелер, сендер жер бетінде қан төгеді деп айтып едіңдер ғой баяғыда адам жаратып жатқанда. Міне, қара менің пенделеріме, өзімнің үйіме жиналып, мені еске алуға қадамдарым басып келіп жатыр деп Алла тағала мақтанып жатқан шығар деп жатырмыз ғой. Солай болуы мүмкін ба, мүмкін емес па? Мүмкін. Әлбетте мүмкін. Негізі бұны Алла тағала Арафат күні айтады. Бірақ енді мен мына жерде мешітке ғана айтып жатырмын. Мінекей сондықтан Құдай бізге берген иманды алып қоймасын. Енді ешкімнің
өмір бақи мен осы имандылық жолында болам деп айтуына гарантия жоқ. Әркім әр сәтте жолдан жаңылуы мүмкін. Жолдан жаңылуы мүмкін. Бірақ қаншама жолдан жаңылып қателікке түссең де, Алланы өзге құдайға айырбастама. Қазір түрлі жастар әлеуметтік желі деген жақсысы бар, жаманы бар, енді Құдай сақтасын. Мынау өзінің атеист екенін жариялап жатқан адамдар шығып жатыр қазір, білесіздер ғой, а? Мен өзімнің Құдай жоқ, атеист екендігімді салтанатты түрде сендерге жариялаймын деп адамдар шығып жатыр. Не деген сорақы заман. Неге деп артын зерттеп келсеңдер, Құдайға ренжіп қалдым дейді. Ой бермей. Құдайға ренжіп қалыпты жаңағы. Неге ренжисің сен? Құдай саған көз берді, жүрек берді, аяқ берді, біреулерге бермеген ақыл берді. Дене мүшіңді көркем бейнеде, кемел түрде жаратқан Раббыңа неге ренжисің? Нең бар сені өткізіп қойған Құдайға? Бірдеңең бар ма өткізіп қойған? Құдайға ренжитіне бірдеңең бар ма өткізіп қойған? Не деп ренжисің? Құдайға ренжіп қалдым, сосын Құдай жоқ, атеистсің. Ойбай, сен Құдайға ренжідікеден деп, Құдай тағала қиналып жатыр анаяқта. Жаман болып жатыр ол. Күллі дүние кәпір болып кетсе де Аллаға ешкім зиян бере алмайды, біліп қойыңыздар. Бүкіл дүние иманға келіп, мұсылман болып, 5 уақыт намазын қаза қылмай оқса да, ешкім Аллаға пайда бере алмайды. Аллаху самад, Алла ештеңеге мұқтаж емес. Осыны ұмытпау керек. Құдайға ренжейін деп жатқан кезде. Сосын анау айттық қой бір балықшының оқиғасында. Құдай тағала кейде бір өмірде сынаған кезде, сөйтіп ренжіп қалып кете беретін болсаң, не дейді, битке өкпеледім деп тоның жақпа дей ма қазақ? Құдайға ренжідім деп дініңді ауыстыра беретін болсаң, нең қалады сенің? Нең қалады? Екі балықшының оқиғасын айтқан біз тыңдаған кісілер болса, бір балықшы бар, көп Құдайға сыйынады екен. Құдайым, сен Құдай, мына Құдай деп талпа үйінде Құдай анан. Көлге балыққа шығатын кезде бүкіл Құдайына сыйын шығады екен жаңағы. Құдайларым, помогите, пожалуйста деп. Сөйтіп неге кетеді екен көлге қарай. Мына жақта екінші бір мұсылман бар. Раббым, сен жалғызсың. Сенің серігің жоқ. Ризық несібені сен бересің деп шығады екен. Екеуі шығады, екеуі бір-бірінің дұғасын естіп тұр. Көрші ғой. Көлге барады. Многобожие бар ғой жаңағы. Көп Құдайға сыйынатын. Қармағын лақтырса болды, балық түсе береді дейді ғой. Қармағын лақтырады, балық түседі дейді. Мынау бисмилла деп лақтырады дейді, тым жоқ дейді ғой. Қайттан жинап алады да, бисмилла деп лақтырады дейді, жоқ. Барасында 2 рәкат намаз оқып келесің, қайттан лақтырасың. Жоқ, ештеңе, балық жоқ. Манаған түседі, саған түспей жатыр ғой балық. Көрдіңіз бе? Кеш батқан кезде, шамның кезінде бір балық ілінді дейді, дәу балық екен, анау қуанып қармақтан балығын алып атқан кезде балық қолынан сыпып шығып кеткен қайтадан көлге қарай. Ал не деп айтасың ба? Многобожиенің аулаған балығы халал бола ма, болмай ма? Деген қалай болды ол? Ауыз істейміз десе, көп тойып жесең харам болады де. Ол балығын беріп атқан жоқ бізге, просто не қылып атқан. Қараңыздар да, тойымыз. Жаңағы балық, анау кешкісін бір балық түсті ғой. Сонымен ол да кетті. Мынау ырза, құдайларына вообще ырза. Әр құдай бір-бір балықтан берген құсақ. Сонымен не керек? Ана пенде қиналып кетті, бірақ енді оны көріп тұрған періштелер одан қатты қиналып кетті. Имам Абу-Лайс Самарқанда айтады бұны оқиғаны, Танбихул ғафилин деген кітапта айтады. Сонда жаңағы періштелер айтты, Раббымыз сен деп шықты ғой, мына пендең деп айтады дейді ғой. Сен деп шықты ғой. Раббым, сен ризық берушісің. Сен мына жоқтан бар етушісің деп шықты ғой. Не болып жатыр дейді ғой. Сонда Алла тағала айтты дейді, ей періштелер, бұның жәннаттағы үйін көре қойыңдар деп айтты дейді. Сөйтсе сол сәтте жәннаттан үй салынып жатыр екен, дәу зәулім сарай жаңағы балықшыға. Неге десе, сондай қиын болып тұрса да, мысалға енді ана жерде Құдай сақтасын басқа біреу болса бар ғой, зачем маған Құдай, мына жақтан
көп құдайларға сыйынып балық ауламайын ба деп сол сәтте дінін өзгертіп жіберу мүмкін ғой. Дұрыс па? Мына кісінің мықтылығын қарасаңызшы. Құдай бермесе де ештеңені іштей бейдеп тұр екен ғой, Раббым, сонда да сен ризық берушісің деп айтады дейді ғой. Мен сенен ешқашан не істемеймін, табанында ауытқытпаймын. Сен әлемдердің Раббысың, менің Раббымсың. Раббым, сен ғана ризық бересің. Ішінен сондай сенімде тұр екен әлі. Соған Құдай разы болып жатыр екен ғой. Егер ішінде кірт етіп бірдеңе болса, ренжіп қалған, онда жағдай қиын болатын еді. Ал енді періштелер айтты, мынаның тозақтағы үйін қараңдар деп айтты. Сөйтсе жаңағы көп Құдайға сыйынатын балығы мол кісінің тозақтағы үйін көрсеткен кезде періштелер қарай алмай қалып дейді оған. Оттан жасалынған үй. Не көрдіңіздер ме? Айтайын дегенім, өміріңде проблема болды екен деп Құдайға ренжіп дініңді ауыстырып керек емес, бауырлар. Біз онсыз да өзіміз иманын сақтау қиын болған заманда тұрмыз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Ухуд шайқасын, білесіздер ғой, Ухуд шайқасы болған жерге өмірден өтуінен 14 күн бұрын барған. Өмірдің ең соңғы күндерінде Ухуд шайқасындағы сахабаларға барған. Ол жерде қанша сахаба жатыр? 70 сахаба жатыр, машалла. Сол 70 сахабаға барып әңгімелеседі. Сендер, ей сахабаларым, достарым, өте керемет кезеңде кетіп қалдыңдар дейді. Өліп қалған мәйіттермен сөйлесіп жатыр пайғамбар саллаллаху алейхи. Сендер өте керемет кезде кетіп қалдыңдар дейді. Мыналар дейді, менің қасымда қалып қойғандар. Бұлар өте үлкен бүлікке жолығады дейді. Және бұдан кейінгі келетіндер одан үлкеніне жолығады дейді. Одан кейінгі келетіндер олардыкінен үлкеніне жолығады дейді. Одан кейін келетіндер қою қараңғы түннің бүлігіндей бүлікке жолығады дейді. Түн шексіз ғой, дұрыс па? Аспанға қазір шығып қараңыздар, шексіздік аспанда, қап-қараңғы аспан. Сондай нәрсеге жолығады дейді. Және ол бүлік кірмеген отбасы қалмайды деді пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам. Заман кеткен сайын бүлік не істей береді деген, демек ауырлай береді, күшейе береді деген. Біз қазір бүліктің үстінде тұрмыз. Біздің алдымыздағылар нормальный өмір сүрген негізінде. Оларға атеизм болып сыналған шығар, бірақ ешқайсысы діннен қайтқан жоқ. Керісінше оларды қысқан сайын олар не істеді? Имандарына бекем мықты болды. Ана қария айтты ғой, немересіне өліп бара жатқан кезде, балам, мен әдемі кетіп бара жатырмын дейді. Немересі айтты, ата сен жындысың ба, әдемі аштан өліп баратсың сен де. Аштықтан өліп бара жатсың ата сен деген кезде, ей немерем, балам, менің аштығым мені Құдайға жақындатып жатыр деп айтты дейді. Ертең сенің заманың ауыр болады, тоқ боласыңдар, бірақ Құдайдан алыс боласыңдар деп айтты дейді. Дұрыс па? Тоқтық па қазір Құдайға шүкір? Тоқтық. Бірақ біз аталардыкіндей Құдайға құлшылық қылып жатырық па? Жоқ. Біз құлшылықтан гөрі басқа іс-әрекеттерге, дүнияуи іс-әрекеттерге, тіпті күнәларға көп көңіл бөлеміз, біз уақыт бөлеміз. Күнәларға уақыт бөлеміз, білесіздер ма сіздер? Өзіміз кейбір істеп жүрген, ой бұл ештеңе қылмайды деп жүрген нәрсенің кейбіреуі күнә шариғатта. Босқа өткізіп жатқан уақыттардың барлығы соған кетеді. Сондықтан міне, олардыкінен де біздікі ауыр болды, біздікінен біздің кейінгі келетін ұрпақтікі ауыр болады. Олардан кейінгі олардікі ауыр болады. Ақыр соңы бұның дәджалға апарады. Мәсіп дәджал келеді, одан кейін не істейді? Иманның сынағының көкесі сол кезде басталды. Бұл фитна дүние жаратылғаннан бергі ең ауыр фитна деген пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам. Ол енді ол ертең бізден кейін келе ме, осы уақытта келе ме, оны Алла біледі. Бірақ кім болса да сол кезеңде онымен жолығады бәрібір. Сондықтан мынау иманды сақтайтын, мынау ауыр заманда тұрмыз. Бір-біріміздің иманымызды күшейтуге, бір-бірімізді имандылыққа қарай бет бұруға, жұмаға қарай, ей, намазға қарай бара жатырмыз деп бір-бірімізді асықтыруымыз керек екен. Бір-бірімізді тоса бергенше, біздің жағдайымыздан бір ғалым айтқан екен. Бір кісі суға батып жатыр дейді да, бір кісі. Сен мына жақта 100 аласың дейді. 100 аласың, бірақ не? Обалың жоқ, 100 алмайтын болсаң, не бар саған суға түс? Деп тұр дейді да жаңағы.
Теңізге түкіріп. Барып не істеу керек ананы? Суырып алып шығу керек еді, құтқару керек еді ғой. Ол батып барады ғой. Көрдіңіз бе? Бауырың ғой ол сенің батып бара жатқан. Соны суырып алып шығуды оны обалың жоқ. Неге жүзесің? Жүзе алмайтын болсаң тиіс етпейсің ба деп айтады дейді. Бір күнә істеп жүрген бауырыңды көрдің да? Обалың жоқ, солай жүре бер күнә істеп. Айттым саған, бәрібір обалың жоқ, болмайды олай. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның анау аддас исламды қабылдағанда, Таифқа барған кезде бір адам бір ай жүрді, бір ай жүріп, бір адам исламды қабылдағанына пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам қуанған. Біз де ешкімнің дінсіз, имансыз өтіп кетуіне разы болмауымыз керек біз. Көрдіңіз ба? Мен дейді, бейне бір, пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам, бейне бір кешкі құрым жанып тұрған от бар дейді. Сол оттың жанында шыбын-шіркейді қуып жүрген адам сияқтымын дейді. Қалай? Ана шыбын-шіркей жарық деп ұшып келіп жатыр. Білесіздер ғой, жазда жарық жанса болды, шыбын-шіркей үймеректен жүрген. Матахан, патахан бірдеңе. Мына отқа, жаңағы шыбын-шіркейлер ұшып келіп жатыр, жарық деп ұшып келіп жатыр дейді. Бірақ ол не емес дейді. Жарық емес, ол от дейді. Оттың үстінен ұшқан кезде оның алауына қанаттары күйіп қалып, олар отқа түсіп кетіп жатыр. Мен сондаймын дейді. Әй, адамдар, алдарыңда от бар деп айтып жатсам да, жоқ деп, біз не білеміз деп, пайғамбардың бүкіл сөзін теріске шығарып, немесе оны істегісі келмей адамдар барып не істеп кетіп жатыр дейді, отқа түсіп кетіп жатыр дейді. Сондықтан, құрметті бауырлар, біз бір-бірімізді иманға шақыратын мұсылмандардан болуымыз керек екен. Бір-бірімізге жек көрушілікті, бір-бірімізге деген кекті қою керек болды. Ана жүрегің тазаланбай кетіп қалса, өкініштің көкесі сол болады ертең. Амалдарың пайда бермей қалуы мүмкін, жүрегің дұрыс болмай қалса. Раббымыз Алла Құран кәрімде «Яума ла янфау малу ва ла банун» дейді. Ол күні ешқандай мал дүние, бала шағалар пайда бермейді дейді. Көрдіңіз ба? Ешқандай мал, бала шаға пайда бермейді. Илля мән аталлаха би қалбин салим. Кім тек сау жүрекпен келсе, сол жүрек қана пайда береді дейді. Ане көрдіңіздер ме? Бір-бірімізге деген жаңағы нәрселердің барлығын доғарып, шынайы мұсылманның сипатын мына жаққа кіргізу керек. Болмаса, ит пен құсқа жем болып кетеміз біз, бар ғой. Біреу 80% дейді, біреу 70% дейді, әйтеуір жан жақтан жұлмалайды бәріміз. Ана Йемендік бір шайыр кісі, Йеменде кезінде бір атақты шайыр болған, қазір есімнен шығып тұр, оның аты Шыдан келетін бір кісі. Жасы бір 60-қа жақындап қалған екен жаңағы кісінің, бар ғой. Сонымен Меккеде Мұхаммед шығыпты, пайғамбар шығыпты, жаңағы адамзатты игілікке бастайды екен, аманатқа қиянат жасамайды екен, ондай екен, мұндай екен, көп қой сипаттар мұсылманның. Соның барлығын естігеннен кейін шаршаған ғой анау. Адам шаршайды ғой, күн адам, білесіздер ма? Адам күн адам шаршайды. Сөйтеді, оны өзін жұбатқысы келіп, түрлі кайфушалардан іздеп кетеді. Біреу анаша шегіп кетеді, біреу араққа салынып кетеді, біреу басқа бірдеңенің құзырында кетеді. Көп. Сөйтеді, соңында одан да өз-өзін таба алмай, ақыр соңында не істейді? Өз-өзіне қол жұмсауға барады. Мінекей, сорақылықтың ең шегі осы. Бірақ ол жүрек негізінде Құдайға деген жақындау мен Құдайды еске алумен тиіс салатын еді ғой ол жүрек. Енді қараңыз, сол ана күнәлардан шаршаған, өмірдің біраз нәрсесін көрген, Меккеге қарай тасташ дейді ғой, бәрін тасташы болды. Ештеңе қызық қалмады өмірде, Меккеге қарай кетем дейді. Сөйтіп Меккеге жетеді. Меккеге жеткен кезде бұл атақты кісі ғой. Бұны Меккенің мүшриктері күтіп алады алдынан. Сөйтіп күтіп алады да, жайша жүрсің бе, пәленше деген кезде, сендердің қалаларыңнан пайғамбар шықты ғой дейді. Шаршап кеттім дейді күнәдан. Сол пайғамбарға мен иман келтіруге келіп жатырмын дейді. Жас деген үлкейді десе, жаңағы меккелік мүшриктер айтады дейді ғой, ойбай, бекер келді, оның дінінде қыздарға баруға болмайды деп айтады дейді. Көрдің бе, анау творчествоның адамы ғой, біліп тұр ғой ең әлсіз жерлерін ше. Оның дінінде неге болмайды дейді? Қызға баруға болмайды деп айтады дейді. Ойнастық жасауға болмайды деп айтады. Ондайдан мен шаршағанмын деп айтады дейді жаңа кісі ше.
аралап талай елдің дәмін таттым деп айтқан екен да. Ондайдан шаршадым онсыз да. Болды. Деген кезде екінші вариантты айтты деді. Так, бұл өтпей қалды, екіншісін айтамыз деп. Олар до конца тұрады ғой енді. Адамның шайтаны сондай болады ғой. Ана жындыкі жақсы адам. Аллаху акбар десең кетіп қалады бірден. Мынаған бисмилля, Аллаху акбар десең, не деп жатсың, не деп жатыр, отыра беріп қасыңда. Сосын жаңа не деп айтты дейді, оның дінінде арақ ішуге болмайды деп айтты дейді. Ох, деп айтты дейді. Ох, мынау ең қиындау болды ғой деп айтады дейді. Біз ішпесек шабыт келмейді ғой дейді. Арқа қозбайды дейді. Шығару керек іштегенде. Олай болатын болса мен дайындалып келем бе екен, не істейді екенмін деп. Дайындалып келейін деп айтты дейді онда. Кейін келерім арақты неғыла алмаймын деп айтады дейді жаңағы. Сөйтті де кетті дейді ғой Йеменге. 6 ай өткен жоқ, Йеменде мүшрик болып өліп қалды дейді жаңағы шайыр. Көрдіңіздер ме? Біздің қазіргі күндегі кейбір жағдай осындай ғой. Мен дайын емеспін әлі. Дайындалып алайын. Ойбай, сендерде анау болмайды, мынау болмайды, мынау болмайды дейді. Болмайтындарды қоя берші, болатындар бар ғой тағы. Болатындар да бар ғой бізде. Біраз нәрсе болады ғой негізінде. Болмайды деп жатқан нәрселер, болмайды деп жатқан нәрселер. Ол маған емес, саған да болмайды ол. Егер саған болмау керек болатын болса, онда сенің жынысың басқа болу керек. Хайуан ба бірдеңе болу керексің сен. Болмайды деген нәрсе, Құдай болмайды деген нәрсе. Ол адам жынысының ешқайсысына болмайды. Көрдіңіз бе? Бүйтіп бізді өздерінен айыру ол вообще болмайды ол. Онда екеуміздің біріміз хайуан болуымыз керекпіз. Міне осындай қиын заманда тұрмыз. Бір-бірімізді осылай жақсылыққа шақырудың орнына кейбір адамдар бізді осылай жамандықтан тосып, тәубе қыла алмай, үлгіре алмай кетіп қалып жатқандар былай. Мынадан не? Тәубе қылып үлгіре алмай кетіп жатқандар былай, шаш етектен толып жатыр. Түсіріп алдым ғой фотоға. Міне сондықтан, құрметті бауырлар, енді бүгінгі біздің тақырыбымыз негізі отбасы жайында дейді ғой. Отбасы жайында. Енді бұны қойып жатқан себебі де бар. Бәріңіз білесіздер, жаңа айттым ғой, пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам бүлік бүкіл семьяға кіреді деді ғой. Кірді қазір. Қазір кірді. Ажырасудан 16-шы орынға шықтық әлемде. Айтып жатыр ғой. Жетімдерден пәленбайыншы орынға, қарттар үйінен пәленбайыншы орынға шығыппыз. Бір-бірімізді құттықтайтын нәрсе ме осы мысалға? Сорлық қой бұл деген, сорақылық қой барып тұрған. Көрдіңіз ба? Әркім өзінің жауапкершілігінен қашып жатыр ғой. Әркім өзінің жауапкершілігінен қашып жатыр. Солай құтылып кетем деп ойлайсың ба? Бала шағаң жылатып, әйелің жылатып тастап кетіп. Жоқ, ешкім құтылмай. Алла Құран кәрімде қу анфусакум ва ахликум нара деген аят бар. Ей, мұсылмандар, өздеріңді, және отбасыларыңды отыны адамдар менен тастардан болатын тозақтан сақтаңдар деген аят бар. Өзіңді бірінші, және отбасыңды. Көрдіңіздер ме? Демек, отбасы бұл біздің шағын мемлекет. Өзі отан, мемлекет отбасынан адамдардан құралады. Кішкентай өмірде жаңағы бір келіспеушілік болған кезде бір-бірімен ыдыс-аяқ сылдырлаған кезде болды ажырасам деп шыға келетін болды қазір. Дайын, баратын жері дайын, білмеймін. Мынанікі де дайын, мынанікі де дайын. Міне, пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам хадистерінде айтады. Күйеуіне ренжіп, талақ сұрай беретін әйел дейді, жәннаттың иісін мұрнына сезбейді дейді. Көрдіңіз бе? Ұрысса болды, ажырасам дей беретін әйелден жәннаттың мұрны иісіне бармайды дейді пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам. Дәл сол сияқты күйеулерінің бүкіл жасаған жақсылықтарын жоққа шығаратын әйелдер де жәннаттың иісі мұрнына бармайды оларға деп айтты. Ана бір күшті, өмірде күшті бақытты кезеңдер болады, одан кейін бір кішкентай қиыншылық болып қалады ғой. Сол кезде не деп айтады? Сенен ешқандай нәрсе көрген жоқпын мен жақсылық. Не, қандай жақсылық өтті маған, деп айтатын әйелдер жәннаттың иісі мұрнына бармайды дейді пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам. Бұл қуанатын нәрсе емес. Өзі таяқтың екі ұшы болады.
Ерден де кетет қате, кейде әйелден де кетет қате. Бірақ біліңіздер, ол отбасы Құдайдың шариғатына байланса, ондай әрекет болмайтын еді. Қалай байланса? Қалай Ажар анамыз істегенде істесе? Ажар анамызды Ибраһим пайғамбар тастап бара жатты ғой, дұрыс па? Ел жоқ, су жоқ, жерге тастап кетіп бара жатқан кезде Ибраһим пайғамбарға: "Ай, Ибраһим, қақа тастап бара жатсың бізді?" деген кезде Ибраһим алейхиссалам үндемейді, қарамайды да артына бұрылып кетіп бара жатыр. Баласы бар ғой, өйткені ана Ажардың емізулі баласы бар Ибраһим. Қараса әкелік махаббат оянып кетейін деп тұр. Қарамай кетіп бара жатыр. "Ей, Ибраһим, қақыл!" айқайлап жатыр Ажар анамыз. "Ей, Ибраһим, сен жынсың ба? Бізді айдалада, ел жоқ, су жоқ жерде тастап, сен осы нең кетіп қалған жоқ па бір шаригің? Не қылған адамсың, тым болмаса артыңа қарайсың" деп айтпаған Ажар анамыз, көрдіңіз ба? Соңына дейін "Ей, Ибраһим" деп айтты. "Құдайдың бұйрығы ма?" деп еді. Қолын бүйтіп былғады ғой. "Құдайдың бұйрығы" деді. Сонда ана Ажар анамыз не дейді? "Құдайдың бұйрығы" деп айдалаға тастап бара жатқан бұл не қылған отағасы, а? деп айтпаған жаңа Ажар анамыз ше. Көрдіңіз бе? Құдай бұйырса бізді аштан қалдырмайды деп айтқан екен. Не істеді Алла тағала? Ажар анамыздың Сафа менен Маруада жүрген іс әрекетін баласына су іздеп қажылықтың рәсімі қылып бекітіп қойды. Ана қараңыздар. Сөйтті де аят түсірді: "Инна Сафа вал Маруата мин ша'аирилла." Сафа да Маруа да Құдайдың ұлылығының бар екендігінің бірден бір ғана белгісі деді. Көрдіңіздер ма? Ана Ажар анамыздың осындай әрекеті не себепті қалды десе, бүкіл ғалымдар айтады: күйеуіне бағынғандығы себепті дейді. Шариғатты білгендігі себепті дейді. Күйеуше десе, неге бұл әйелдің ондай болып қалуына себеп жоқ? Күйеу өйткені Құдайға бағынғандығы себепті осы нәрсеге апарды дейді. Құдай тағалаға: "Раббым, менің әйелім, бала шағам ғой, қалай тастап кетемін? Ештеңе жоқ қой мына жерде" деп өйтіп айтпаған Ибраһим пайғамбар. Көрдіңіз ба? Құдайдың бұйрығы деді, соған иман келтірді, кетті. Бұл да Құдайдың бұйрығы, күйеуімнің бұйрығы деп қалды. Алла тағала оларға, семьясына, Ибраһим пайғамбардың семьясына бүкіл қажылықтардың рәсімдерін нәсіп қылды ғой. Сафа бар, Маруа бар, құрбандық бар, Ибраһимнің мақамы бар, Қағбаны салу бар. Осының барлығын кімге нәсіп етті? Ибраһимнің отбасына нәсіп етті Алла тағала. Міне, отбасы шаңырақ, әркім өзінің міндетін білсе, онда шаңырақ не істелінбейді? Шайқалмайды. Шаңырақты шайқап атқан нәрсе, әркім өз вазифасын, өз міндетін білмейді. Көрдіңіз ба? Әрқайсысы бір басшысы болып, басшылыққа таласып болып жатыр, үйде бар ғой. Үйде басшылыққа таласып болып жатыр. Жеңшем де басшы болам деп жатыр, ағам да басшы болам деп жатыр. Сонымен екі басшы қошқардың мүйізі сыймайды бір қазанға. Кім еді негізі басшы үйде? Еркек емес пе? Ар-риджалу қаувамуна аля нис. Алла тағала еркектерді әйелдердің үстіне қандай қылып? Үстем етіп жаратты ғой. Көрдіңіз ба? Қазақ айтты ғой, әйел бастаған көш оңбайды деді ғой. Пайғамбар айтты ғой саллаллаху алейхи ва саллям, Құдайдан кейін біреуге сәжде қылу керек болатын болса, онда әйелі еріне сәжде қылатын еді дейді. Ал қара. Сәжде ең ұлық ғибадат, бұл сәжде. Бірақ адамға адам сәжде қылынбайды деді пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Көрдіңіздер ме? Мінекей, осындай әркім өзінің міндетін білмегеннен кейін, кеше бір семья айтып жатыр дейді ғой, неге ажырастың десе, маған күйеуім Инстаграмдағы блогер қыздардың өмірін сыйлай алмай жатыр деп айтады дейді. Ойпырмай, а? Сонда жұрт солай өмір сүр деген деп, солай өмір сүру керек деп саған жазылған ба не? Кім айтты оны? Ол саған бүкіл қайғысын көрсете ма? Инстаграмда біреу қайғысын көрсете ма? Тек шат-шадыман көңіл ха-ха деп жүрген көрсетеді ғой, болды ғой. Оның ішінде не болып жатқанын білмейсің ғой сен. Сосын сен оның өмірі күн сайын ха-ха деп ойлайсың да, соған сондай болам деп, қой ондай ден. Өтірік ол деген. Инстаграмдағы өмірді сыйлай алмады маған күйеуім деп айтады дейді. Сол үшін ажырастық дейді, ал. Не деген әңгіме ол? Осындай әңгіме бола ма? Алла сақтасын. Адамдардың барлығы ондай болып өмір сүруге жаралмаған. Біреудің тағдыры кедей болуға жаралған.
біреудікі бай болуға, біреудікі көп қайғымен, біреудікі көп қуанышпен болуға жаралған. Барлығы бірдей, сол жердегідей бақытты. Ондай болмайды, ондай. Мүмкін де емес ондай нәрсе. Сондықтан Инстаграмдағы өмірді талап ету деген болмайды шариғатта. Күйеуіңнің саған әкелгеніне разы болатын әйел, міне сол жәннати әйел дейді. Өзіне бөлінгенге разы болған әйел бұл жәннати әйел дейді. Көрдіңіз ба? Бірақ енді жәннатпен де қызықтырып қазір. Жәннатты айтып жатсаң да не қылмайды ғой? Ну и что дейді. Жәннатты уақытында көреміз дейді. Уақытын. Білмеймін енді, Құдай сақтасын. Осындай бүліктердің заманында өмір сүріп жатырмыз ғой енді. Наоборот, қуанудың орнына енесіне қызмет жасап, анашым саған рахмет, осындай маған жұмағымды өміріңе әкеп келгеніңе деп. Менің жұмағым ғой, менің жарым деген. Басқа жақтан іздеп жүрсің ғой, жұмақты басқа жақтан іздеп жүрсің ғой, әйел кісі, мысалға да. Сенің жұмағың күйеуің ғой, пайғамбар айтты ғой, саллаллаху алейхи ва саллям. Күйеуің наразы болып өттің ба, өмір бақи ораза ұстап өт, өмір бақи тахаджуд оқы, күйеуің наразы болса, жағдай қиын болады бәрібір. Ер кісілер ше, сен де өмір бақи намаз оқып, құлшылық қыл, әке шешең разы болмаса, бестейін оның барлығы. Көрдіңіз ба? Әрқайсысының разылығын бір-біріне байлаған Алла тағала шебер ғой. Бір кісі айтады дейді ғой, әйелің ренжіткен кезде былай деп айт дейді жаңа. Өзім таңдап алдым, өзімнің 3 рет айт дейді сөйтіп ше. Сосын артынша тағы да 3 рет айт дейді. Обалың жоқ дейді. Екеуін қосып айтсаң шамалы басыласың деп айтады. Енді ашудан кетіп жатыр ғой барлығы. Әйелге айтыпты күйеуің ашуландырса, өзім таңдап алдым, өзіме сол керек деп айт дейді. Ешкіммен зорлаған жоқ, ешкіммен қинаған жоқ, өзім тидім деп айтты. Сол кезде басылып қаласың деп кішкентай. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям бір күні Айша анамызға айқай шуып жатқан ғой. Айша анамыз бар ғой, пайғамбарымызға дауыс көтеріп айқайлап жатқан ғой. Әйел ғой ол, сондай ғой. Көрдіңіз ба? Пайғамбар сондай сөз естуге лайық па? Алланың ең сүйікті жаратылысы лайық па? Лайық емес қой. Бірақ ана әйел кісі ашуланған кезде жаңадан бір нелер ашылады, клапандар нелер. Танымай қаласың кәдімгі. Мына точно менің әйелім бітті деп. Кәдімгідей шығармашылық кешін ұйымдастыратындар бар өзінің. Үлкен театралды сахнада драма, оның арты трагедия қылады екен біледі. Айқай-шу, Абу Бәкір радиаллаху анху өтіп бара жатса, Айша анамыздың дауысы шығып жатыр. Айқай-шу. Ол кездегі үйлер жаңағыдай ғой. Төбесі құрма талының несімен, шөбімен жабыстырылған жаңағы. Есік терезесі ашып деген сияқты. Сонымен дереу жүгіріп кетті, есікті қатты қағады ғой. Баратты Айша анамыз ашады есікті. Сөйтетті жайлап, пайғамбар қасына барып тұрып жатыр дейді Айша анамыз. Неге сен Алланың елшісіне даусыңды көтересің деп Абу Бәкір айқайлаған ғой. Кімсің сен? Кімсің Алла елшісіне даусын көтеретін? Мен сені Алла елшісіне дауыс көтеретін қыз қылып тәрбиеледім бе әлде? Деп Абу Бәкір айқайлап жатыр дейді Айша анамызға. Сөйтті де Абу Бәкір пайғамбарға Абу Бәкір не то что тікен шаң тигізбейтін кісі болған. Кім болсаң ол бол. Абу Бәкір пайғамбар үшін бірнеше мәрте жанын тіккен пидаға. Қызым болсаң қызым болып кет деп жатыр. Пайғамбарға сөз. Ана ашуланып кетіп Айша анамызды ұрайын деп жүгіреді ғой тәпішкесін шешіп. Сонда Айша анамыз қаққа барып тығылды дейді. Басқа қаққа барасың? Пайғамбарымыз қарта барып тығылды, өйткені пайғамбарға қол көтере алмайды ғой, тәпішкесін қасына барыңызды түсіріп жібереді ғой. Пайғамбар самды алды алмаған дейді бұл Айша анамыз. Қорған қыл. Сонда Абу Бәкір енді пайғамбардың артына тығылғаннан кейін былай жүгірді, болмады ғой. Тетті шығып кетті ашуланып. Айқай шуып жатқан Айша анамыз ғой енді жаңа. Артынан тығылып шыққан кезде пайғамбарымыз айтты саллаллаху алейхи ва саллям. Көрдің ба деп айтты. Мен болмағанда таяқ жеп қалатын едім деп айтты. Бәрібір мен саған керекпін, 1000 жерден айқайлай бер деп айтты. Көрдіңіз ба? Сондықтан сенің сол бір төсекте жатып жүрген адамың бәрібір саған керек сол.
бір-біріңе лайықсың негізі. Біреуің иманын күшейтуге берген ғой Құдай. Көрдіңіз ба? Бір сымбатты сұлу әйел, енді ана әйел қараса көз тамсанады екен да адамның ше. Бір болмайтын бүжірбет біреуге күйеуге шықты да жаңа. Енді ешкімді түр сипатын не қыла алмаймыз ғой, енді сөйтіп сипаттап жатыр да, мен емес сол айтқан оқиғада. Бұл жаңа түрі деген енді келіспей қалған сондай. Соны айтты дейді ғой, екеуіңді бүйтіп қараса дейді да, мынаның түріне қарасаң бір кредит бергің келеді деген сияқты ғой. Бір әжептәуір қызсың дейді да. Өзің сияқты бір әжептәуір жігіт таппадың ба десе, жаңағы әйелдің даналығын қарасайшы, субханалла. Менің Құдаймен байланысым дұрыс болмаса, оныкі менікінен күшті болса дейді. Мені оған жүрегімді бағындырып берсе, Раббыма не айтайын деп айтады дейді ғой. Күшті ма? Кәдімгідей жуаныш сыйлап жатырмын ба сіздерге? Соқсап, ана Шейх Махмуд Эфенди деген ғалымға да келген ғой бір жамағаты. Еңкілдеп жылап дұға қылып отыр дейді да. Мешітте ше. Қайта-қайта намазға келеді, жылайды, дұға қылады, жылайды, дұға қылады, кетеді. Сонымен енді жамағаты ғой бәрібір. Бұл иман кісі барады да сұрайды ғой, аманшылық па, не болды саған? Қайта-қайта бұл күндікке. Десе жаңағы жамағат айтады дейді ғой, ұстаз келініңіз ғой деп айтады дейді ше. Сонда жаңа имам айтады дейді, машалла келінге Алла разы болсын деп айтады дейді. Егер келін сондай болмағанда сен мешітке келмейтін едің деп айтады дейді. Басқа жаққа баратын едің деп айтады. Анау келіп жалынады екен де, Құдай әйелім жүрегіне хидаят берші Алла деп. Көрдіңіз ба? Ол әйел ананы Құдайға жақындатып жатыр екен. Деген сияқты ғой енді, ешкім не қыла алмайды ғой, бірақ енді дегенмен де өмір болғаннан кейін кейде свет те теңселіп тұрады деген сияқты ғой. Басымызға түсіп кетпесінші мынау жігіттер. Аман есен қайтайықшы, Құдайға әлі баратын жерлер бар еді. Енді әйелді жерге ұра беруге де болмайды. Айтып отырмын ғой, таяқтың екі ұшы бар. Кейбір еркектерден де кетеді енді. Қалай кетеді? Жұмыста бір күшті анау ше. Ой, осы ойлап қаласың көркем мінезді екен деп. Ассалаумағалейкум деп жүрген кезде машалла деп риза болып қаласың да, үйіне барсаң қабағын ашпайды дейді анау айтады. Сен елдің арасында жүрсің, арасында айтсайшы деп, олар да айтады ғой енді, екі жақтыкін де айтайыншы құрсын. Ешкім ренжімесін, елу-делу болып қайтеді. Сөйтіп айтады да, сонда негізінде үйге келіп көркем мінездік таныту лайықтырақ емес па деп жатыр да, менен сұрап жатыр ғой енді. Қалай ойлайсыздар сіздер? Үйге келіп көркем мінез көрсету лайықтырақ па, әлде сырттағыларға деген. Бұл пайғамбардың сипаты сондай ма еді? Сыртта сахабалардың үй келбей, Айша, қойшы, шай қойшы давай. Қарны ашып келатыр. Деген бе пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям? Жоқ, бұл үлкен сүннетке қайшы болады. Бұл пайғамбардың үлкен сүннетіне қайшы болады бұл нәрсе. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям үйінде қандай көркем мінезді, сыртта да сондай. Сыртта адамдармен мәмілесі қандай, үйде одан екі есе болатын еді дейді. Сендердің ең жақсыларың деді, тіпті не деді? Өзінің отбасына жақсы болғандары дейді. Бізде жаңа анау соқыр тақуалар бар. Күндіз жұмыста жүреді, кешкісін үйге келеді, қират. Бәрін жерінен бәрін қиратып келеді ана. Келеді де жаңа Құран оқиды отырып алып. Зікір толтырып жатырмын мен. Жапша есіктен. Зікір толтырып жатырмын мен. Құран оқып жатырмын. Рамадан Аль-Бути деген ғалым айтады, бір тиын дейді ондай зікіріңде, Құраныңда дейді. Сенің дейді, кешке дейін күткен семьяңдағы бала шағаң менен әйелің дейді, сенің жан жылуыңа мұқтаж болуы, оларға сенің жақсылығыңды беруің, көркем мінезіңді беруің дейді, сенің Құран оқып, зікір толтырғаннан 1000 есе хайырлы деп айтқан. Кешке дейін сені күтіп отыр екен ол дейді. Сондықтан бір бала тірейді екен, бір ұстаз естіп қалған, тірейді екен, Раббым деп айтады екен мешітке келіп. Менің әкеме
Нормально қарайды. Раббым менің әкеме дейді. Клиенттермен қалай мәміле жасайды, бізбен солай мәміле жасауды нәсіп етші деп айтады дейді. Ана қара. Клиенттерге саудаңды өткізу үшін, асты үстіне түсіресің ғой. Сондай мәмілені жасап келесің де, үйіңе келіп қабағың қатыл болып келесің дейді. Бұл үлкен мұсылманның қателігі дейді. Баланы дұға қылып жатқан сол екен. Әкешім, Раббым, әкешіме клиенттермен қалай мәміле жасайды, бізге солай мәміле жасауды нәсіп етші дейді. Көрдіңіз ба? Балаң сенің қабағыңа қарап айта алмауы мүмкін, әйелің сенің қабағыңа қарап айта алмауы мүмкін, бірақ іштей олар нені күтеді? Бәрібір жылылықты күтеді. Сенің кешкісін келіп семьяңа беретін жылулығың бұл отбасын шайқалудан ең ұспайтын үлкен бір биіктік тұғыр осы. Себеп осы. Өйткені бұл пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи ва саллям ең үлкен сүннеті. Бірақ енді әйел де соған сай болу керек қой енді. Кейде қатты жұмсақ болып кетсең де кейде. Айттым, мен айтқан жоқпын. Басыңа шығады деп айттым. Әр нәрсе өзінің шекарасынан шықпау керек. Әйел де өзің жаңа айтқандай орнын білу керек та. Еркек те сол сияқты өзінің жылулығын беру керек. Сенен көрмеген жылулықты ол ертең сыртта басқа біреуден іздемеу керек бала шаға. Мінекей мына жерде әкелер отыр, жоғарыда аналар отыр. Барлықтарының құлағына алтын сырға. Барлығымыз семьялымыз, ертең семьялы болатындардың да құлағына алтын сырға. Сіздерге де алтын сырға айтамын, семьялы бойдақтарға. Құлақ дайындап отырыңыздар, тесіп не қыл. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва салламның әйелі Хадиша анамыз қандай керемет, дұрыс па? Хадиша анамыз тірі күнде жәннатпен сүйіншіленген әйел кісі. Себебі не? Себебі пайғамбар саллаллаху алейхи ва салламның әрқашан жәрдемшісі болған. Ең ұлы тұлға пайғамбарымыздың бұл Хадиша анамыз болған. Меккеге барғандар білет, умраға барғандар білет. 37 жасынан бастап пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям Нұр тауының төбесіне шығып кететін болған. 37 жасынан бастап. 2,5 жыл шыққан. Нұр тауы Меккеден 7 километрдей. Қазір 9 километрден жолмен бет барсаң. Соның төбесінде Хира үңгірінде отыратын болған пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Неше жыл? 2,5 жыл. Қашан пайғамбарлық міндет жүктелгенге дейін. Сол кезде Хадиша анамыз күніне 2 мәрте пайғамбарға тамақ таситын болған. Қараңыздар. Күніне не то что 2 мәрте, бір рет умраға барғанда 10 күнде 2 рет шықпайды ешкім. Бір рет шығасың, или шықпады жарты жолдан қайтасың. 650 метр биіктікте орналасқан. Көрдіңіз ба? Сонда Хадиша анамыз бар ғой. Мұхаммед 2,5 жыл болды ғой, ерікпей отыршы үйде. Адамға қайта күн ыстықта тамақ тасты. Меккенің ыстығын білесіздер ме қандай екен? 55 градусқа дейін бар. Бір құтырасың да отырасың, таудың басына шығып алып, үйге келіп жешеш тамағыңды деп бірде-бір айтпаған Хадиша анамыз. Күйеуім аш қалып қоймасын деп қайта не істейтін болған. Тамақ тасып тұратын. Бала шағасы бар ғой, апарып бер десе болады ғой. Жоқ, өзім ақырам дейді. Көрдіңіз ба? Мені өзім бір рет мінгенмін ғой, мысалы жаңа тауға бар ғой. 2-ші рет шығуға не болмай қалды. Молда ақша төлесе де ойланам, онда да шығам ба шықпайым ба. Мысалға да. Бір ағамыз шығып бара жатқан ғой. Қажыларды енді біз енді көбінесе жоқ қажыларды апарамыз ғой. Бір ағам бар Шымкентте. Сол шығып бара жатқан кезде енді шаршаған ғой, действительно шаршайсың да. Лисица деген тік былайна. Нұр тауының ерекшелігі былай тік орналасқанда аспанға. Сол шығып бара жатқан кезде жарты жолдан шаршаған ғой. Қажет келесен де барып қайта беріңдер, шамал қалып, мен осы жерде күтем, біттім деген ғой анау же. Соны қажет келгендер кеткен, жоғарыға қарай. Бір түрік ағайындар келіп жатыр, кардаш деп. Не істеп отырсың? Қазақстан деген ғой. Не шықпайсың десе, аяқ деп айтады, шаршап қалды. Сонда жаңа түрік ағайындар айтты дейді ғой. Пайғамбарға деген махаббатың осы жерге дейін жетті ме деп айтты дейді. Бай дейді, ана сөзді естігеннен бар ғой, сол жерден аунап домалап кеткен келді дейді. Өлсейші ананы естігенше, өлсейші деп айттым дейді ғой.
пыр етіп шықтым дейді. Пыр етіп түстім дейді ғой жаңағы. Сол темппен дейді. Сауыр тауына кетіп қалдым дейді. 700 метр биіктікте. Абу Бәкір мен пайғамбарымыздың тығылған тауы. Мүшриктерден. 700 метрге шықтым. Жаяу пыр етіп қайтадан түстім дейді ғой. Bir günde 2 tauға шығып кеткен жабырған. Қараңыз. Сол Хадиша анамыз bir günde сол тауға 2 рет шығатын болар. Ләм мин жоқ қой. Сол таудан жүгіріп келіп 2,5 жылдан кейін ойбай пайғамбарлық келген кезде мені орап таста деп үйге қарай жүгіріп келді ғой. Сонда Хадиша анамыз не деді? Мұхаммед, сен жынды болып қалған шығарсың деді ғой. 2,5 жыл таудың басында отырасың. Аяқ астынан жүгіріп келесің, ора деп. Сен миың ауышып қалған ба? Таудың басынан тұр, аш, тұр. Жынды ма? Не істеп жатырсың ба? Деп Хадиша анамыз айтпаған дейді. Орап таста десе, жүгіріп барып орап тастаған дейді. Міне көрдіңіз ба? Лайық па жәннатқа? Әбден лайық. Деп айтып жатсам, кеше бір апа айтады, қажы апа ғой. Нұрсұлтан, сен мен жаман ұялттың ғой дейді. Мен күйеуіме индрайвермен беріп жүрдім дейді, таксимен тамақты. Күйеу охранада істейді екен да. Енді өзім жаяу апарам дейді. Күйеуімді аяп кеттім ғой жаман дейді. Я тоже хочу жаннат деп қояды ғой. Мінекей, Құдай тағала бекерден бекер жасырған жоқ. Әйелдің разылығы, күйеуінің разылығы да ғой, а? Әйелдің разылығы, жаннаты күйеуінің разылығында. Бір жігіт телефонына, енді жолдас болар, не өтірі бар ғой, енді приколчиктері бар, Құдай сақтасын. Жаннатым деп звондап атқан ғой телефонда, жаннатым деп тұр дейді да. Соны қасындағы әйелің звондап атыр, көтерсінші деп айтады дейді. Телефонда жаннатым деп жазылып тұрған ғой. Әйелің звондап атыр, көтерсінші деп айтады дейді, жолдас боласыз. Сонда кімнің жаннаты болды сонда? Ол анасын сөйтіп жазып тұрған ғой негізі. Біздің разылығымыз ата-анада ғой. Анау жаннатым дегенге әйел деп ойлап қалған ғой оның. Әйелдің разылығында жаннат бар деп. Көрдіңіздер ме? Олай емес, наоборот болай. Күйеудің разылығында әйелдікі. Осыны ұмытып қалмау, әркім өзінің өмірдегі міндетін ұмытпау керек. Көрдіңіздер ме? Сонда шаңырақ не болады? Шаңырақ шайқалмайды, берекетті болады. Ана Инстаграмдағы өмірдің артынан қуып ләйлаған адамдардан болмайды ондай нәрсені. Осының барлығы үлкен бүлік сынақ. Бұл иманның сынағы. Өзіңе берілген тағдырыңа, өзіңе берілген күйеуіңе разы болуың керексің. Сол кезде барлығы не болады? Гүл болады. Күйеуімен ренжісіп қалса, күйеуімен ренжісіп қалса, орамалын шешіп тастап, намаз оқымайтын әйелдер бар дейді. Қабыл болсын күйеуіңе арнап оққан намаздарының барлығы. Кімге істеп келдің осы уақытқа дейін қосылып? Күйеуіңе істеп келдің бе сонда? Ұмытып қал. Қаяққа қосылып жасайтын ұмытып қалғансың ғой сонда сен? Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям дүниеден өтіп жатқан күні Омар радиаллаху анху айтты. Кім пайғамбарды өлді деп айтады. Өзін өлтірем деп шауып тастайын ғой. Қылышын шығарып алған Омар. Қолында қылышы бар. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Мұса пайғамбар сияқты Раббысымен тілдесуге кетті, 40 күннен кейін қайтадан келеді. Кім өлді? Айшы, кім өлді деп айтады. Шауып тастайын. Өзі 2 рет өмірде қылышын шығарған дейді. Біреу Меккеде, біреу Мәдинада дейді. Меккеде қылышын шығарып, исламды қабылдаған, Мәдинада қылышын шығарған себебі пайғамбарды өлтірем дегенде өлтірем дейді. Сөйтіп барлығын жайпап атқан кезде Абу Бәкір шықты дейді пайғамбарымыздың бөлмесінен саллаллаху алейхи ва саллям. Ей Омар! Болды қоя ғой деп айтты. Болды қоям. Ашуыңды бас. Өзі Омар бірақ адамға тоқтайды, сол Абу Бәкір ғана тоқтайды. Өйткені оған жете алмаған ешқашан. Ей Омар, тоқтат болды. Уа жамағат! Кімде-кім Мұхаммедке сыйынған болса, Мұхаммед бүгін өлді дейді. Міне мен шығып жатырқа бөлмесін. Алла елшісі өлді дейді. Кімде-кім Аллаға сыйынған болса, онда Алла мәңгі өлмейтін тірі дейді. Көрдіңіз ба? Кімде-кім күйеуі үшін құлшылық қылған болса, күйеуің саған жабысып қалған жоқ, ол өмірден өтуі мүмкін, или ренжісіп қалуы мүмкін. Сонда құлшылығын тастап қоясың ба не? Немесе әйеліңе ренжіп, тастап қоясың ба құлшылығыңды? Жоқ. Кім Аллаға сыйынған болса, Алла мәңгі өлмейтін тірі.
Сенен есеп қисап алатын Раббың Алла, адам емес. Осыны естен шығармау керек. Мен болып жатқан нәрсені айтып жатырмын. Қоғамда осындай нәрсе болып жатыр. Енді мен басында болып жатқан жоқ деп отқан шығар біреулер, бірақ айналада болып жатыр. Әркімнің өмірі әртүрлі. Сондықтан сау кезіңде, дұрыс кезіңде жүрегіңді бір тексеріп қой, кімге құлшылық қылып жүргеніңді біліп ал. Шынымен мен Құдайға құлшылық қылып жүрмін бе, әлде біреуге разылық үшін құлшылық қылып жүрмін бе адамдарға? Қателеспеу керек. Міне адам жаңағы айтып жатырмын ғой, өмір әртүрлі, біреуге сынақ болып, біреуге бақ болып, біреу бір-біріне бұйырып. Оны тарихта Румайса деген әйел кісі болған. Румайса радиаллаху анха ансарлық әйел. Бұл кісі тарихтағы жалғыз әйел, ислам дінін мәңгілікке ұсынған әйел. Біліп алыңыздар. Румайса деген кісі күйеуі қайтыс болады. Анас ибн Малик деген сахабаның анасы. Күйеуі қайтыс болғаннан кейін бұндай парасатты әйелден әркімнің дәмесі бар ғой енді. Анау келіп, мынау келіп қолын сұрауға. Соның ішінде ең бірінші Абу Талха деген кісі келіп қолын сұрайды әйелдің. Бірақ бұл Абу Талха мүшрик болады. Құдайға сенбейді. Үйінде бағанағы балықшы ұсап талпа құдайы бар. Біреу тастан, біреу ағаштан, біреу құрмадан, біреу бірдеңеден. Осындай түр-түрі бар құдайдың. Сол келеді айтады. А Румайса исламды қабылдап қойған. Пайғамбарымыз келмей тұрып Мәдинаға. Жаңағы кісі келіп, Румайса солай да солай, Құдай бізді жұп қылып жағатты, ер қылды, әйел қылды. Сондықтан қолын сұрап кеп тұрмын деп айтады ғой. Сонда Румайса айтады. Сен мүшриксің дейді. Яғни сен Құдайға Алланы жалғыз демейсің, а мен мұсылман әйелмін. Екеуміздің некеміз болмайды дейді бір-біріне. Енді мен не істеуім керек дейді. Мұсылман бол дейді. Ана ойлап қалады жаңа. Сразу үйінде Құдайлар есіне түсіп, еще қымбат ақшаға сатып алған ғой Құдайдың бәрін. Оңай дейсің ба тастау? Сен тошып сол дінге не қылып тұрсың ба? Алтын күміске не қылып тұрған жоқсың ба? Менде естішті алтын күміс көп дейді. Дінді жалау қылып отқан жоқсың ба сен десе? Жоқ, мен шын айтып отырмын дейді. Мен де сенің мықты еркек екеніңді білем. Құралайды көзге атқан ақын, батыр еркек екеніңді білем. Бірақ дейді, сенің дінің Құдайға серік қосатын дін дейді. Мұсылман болсаң болды дейді. Сонда ана ойланып отырады да, ойбай, қазір шығып кетсем, басқа біреу келіп не қылып кетем екен дейді да. Құрсын айырылып қаларым, Құдайларым қош бол дейді да. Давай қалай не қылады дейді да, мұсылман болады. Болды. Ғұсыл алып кел дейді. Ғұсыл алып келеді анау. Ашхаду ан ла илаха иллаллах ва ашхаду анна Мұхаммадан расулуллах. Мұсылман болады. Міне менің мәһәрім осы дейді, болды. Көрдіңіздер ме? Тарихта сондай мәһәр жасаған ең ұлы әйел осы әйел. Сол мәһәрімен және мына әрекетімен Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисінде айтады, мен Румайсаның аяғының дауысын жәннатта естідім деп айтқан. Кәпішкесінің дауысы. Ол әлі өмір сүріп жатыр, бірақ алдын ала естіген Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам. Қалай десек, бұл кісі Абу Талхамен үйленгеннен кейін бір балалары болады бұлардың. Жаңа балалары сондай тәтті екен да, енді жаңа бір болады ғой, балалардың ішінде де бір тәттісі болады, ащысы бола ма не? Я деп қойды, еш қайсысы ащысы емес пе? Біреуге ащы болып көрінуі мүмкін, өзіңе тәтті ғой бәрі. Қарға баласын аппағын дейді. Балаңдікі не прап болса да прап болуға тырысасың. Мұғалімдікі не прап деп қой. Сонымен жаңа балалар тәтті, енді бүйтіп не қылып келе жатқан. Оның арасында пайғамбарымыз да бар, еркелетіп кетеді екен. Өйткені бір кішкентай құсы болған екен да, сол құсы өліп қалған ғой. Сол құсы өліп қалған, анау кәдімгідей жерлеп, құсты ше, кішкентай бала ғой, жылап соған ше кәдімгідей. Пайғамбарымыз сосын келген сайын құсыңа не болды десе, құсың есін алып жылап қалады екен жаңа бала. Кішкентай бала ғой, 2-3 жасар бала. Енді өмір ғой, тағдыр ғой. Құдайдың қалауымен жаңа бала қайтыс болды дейді ғой. Күйеу сапарда бұл бала қайтыс болады. Соның ұзақ сапардан кейін күйеу келер. Күйеу келгеннен кейін күйеу еститін ауырып жатқан баласын. Күйеу келгеннен кейін бол деген боянып, сыланып кәдімгідей. Күйеу сапардан келіп тұр ғой жаңа. Шамалы қарны ашып келіп тұр да. Былай да.
Соны ана әйелін көріп жаңағы несі оянып махаббаты. Енді боянып сыланып тұрғаннан кейін күшті ғой әдемі. Күшті ғой дегенде өзің әйеліңді айтып жатырсың, басқа біреудің әйелін ба? Жаңағы сразу неге қарай алып кетеді ғой? Свеча жанып тұрған бөлмеге қарай ше. Тамақ шайын беріп неғып. Ана баланы сұратып үлгетпей жатыр ғой бұл ше. Балдар қайда деп сұратпай жатыр бұл ше. Анау құлап қалды күйеуі дейтін. Басқа әлемде жүр. Сонымен екеуі не қылады, сонымен не қылады. Енді сондай болған тарих қой бұл, айтайық енді, құрсын осы жерде ұят жоқ. Ер мен әйел солай қылып жаратқан ғой Алла Тағала. Сол не қылғаннан кейін сенге енді артынша әңгіме болады ғой енді. Сол артынша әңгімелесіп жатса, баласын сұрап қалады ол күйеуі. Сонда жаңағы Румайса айтып тұр. Баланы не істейсің? Айтпақшы күйеуім деп айтады дейді ше. Бір көрші бізге бір аманат беріп кетті дейді да. Сол аманатын біз жоқ қылып жіберсек, қиянат жасасақ, дұрыс бола ма дейді аманатына. Ойбай, дұрыс болмайды дейді жаңа. Точно айтып берсің ба дейді. Дұрыс емес, аманатын орнына қою керек деп айтады. Сонда жаңағы Румайса деген әйел айтты дейді ғой. Жұбайым дейді да, менің ішім қан жылап жатыр қазір дейді да. Баласы өліп қалған ғой. Бірақ оны білдіртпейді да, боянып сұланып ана күйеуінің келе сала, ойбай, балаң өлді деп жанын шығарып жаңағы келген күйеуінің мазасын алмағанда, оның неге қарны ашып жатқанын бәрін біліп тұр ғой күйеу. Дана әйел, әйел. Дана ғой сондай. Сол шаруасын бәрі біткеннен кейін Құдай да бізге аманат етіп берген нәрсесін алып кетті деп айтты дейді ғой. Не деген әйел анау. Құдай да бізге аманат еткен нәрсесін алып кетті деп айтты дейді. Кімді алып кетті? Кешегі ауырып жатқан балаңды алып кетті. Сен қатын деп анау деген ашуланып кетеді ғой, еркек қой енді. Айтпайсың ба келген бойда? Шаруаның бәрін бітіріп алып сен. Жаңа шығармашылық кеші басталды сахабаның. Айқай шу, таң әлі таң атқан жоқ. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи үйіне барады бірден. Қарасай, сахабалар рахат, бір жақсы жер. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи үйіне барса, пайғамбарымыз есікті ашады дейді. Ол кісіде түнгі тахажжуд оқып болып жатқан болса керек. Сонымен Абу Талха не болды саған ашулысың? В общем, Алланың елшісі мына қатын деп қойып әңгіменің бәрін айтып береді ғой. Осылай болды дейді ғой. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи күледі дейді ғой. Вообще жыны келеді ғой, күліп отқан есе. Сонда күліп отырып айтты дейді ғой. Бағанағы болған екеуіңнің түндеріңе Алла берекет берсін деп айтты дейді. Осылай болу керек болып тұр екен. Бағанағы болған екеулердің түніне Алла берекет берсін деп айтты дейді. Сонда Алланың қалауымен сол түні Румайса жүкті болған екен. Жаңа Румайсаның баласы дүниеге келді дейді, сол баласынан 10 бала туылған дейді, оны да қапыз болған, ғалым болған дейді. Жаңағы берекет дұғадан шыққан баладан 10 бала дүниеге келеді, оны қапыз, ғалым болған. Көрдіңіз бе? Сөйтіп не істеген дейді? Осындай сыйлық болған дейді әке-шешесіне. Ана әйел дейді, егерде Румайса күйеуін басқаша күтіп алғанда дейді, бұл балалар ондай болмайтын дейді. Көрдіңіздер ме? Әйел адамға даналық осындай керек екен. Жігітке де не керек? Даналық керек. Үж-бүж етіп еркек адамның да ашулана беру бұл жақсы емес. Әр нәрсеге байыппен, жамал сабырлықпен қарау керек. Аузына келген т деген сөзді айта берудің керегі жоқ. Кейін өкініп отырын деп сүмірейіп келіп отырады алдыңа. Айтып қойыппын кеше ашуланып. Өйтіп сүмірейіп келесің ба, айтпа онда. Айттың ба, онда сүмірейме. Көрдіңіз ба? Міне осылай әйел кісі өзінің орнын, ер адам өзінің орнын білу керек. Қоғамда семьялар шайқалып кетіп жатыр. Сондықтан осындай нәрселерді айтуға тура келіп жатыр бауырлар. Негізі айтатын нәрсе көп. Менің тақырыбым негізі бұл ислам тарихының ояқ-бұяғында ғой. Енді амал жоқ, осындай нәрсені айтуға тура келіп жатыр кейбір жерлерде. Сондықтан дұрыс қабылдайсыздар деп ойлаймыз біз. Енді мына жерде бойдақтар отыр. Бойдақтарға бір-екі насихат айтып жіберейік. Әкелер отыр, оларға бір-екі құлақтарды ашып тыңдап алыңыздар.
Құдай қаласа барлығыңыз балалы боласыздар, или балалы болғандар бар. Әкенің баласының алдында міндеттері бар. Сол міндеттерінің ең біріншісі не деп ойлайсыздар? Дұрыс айтады, жақсы ана таңдау дейді. Көрдіңіз ба? Міне бойдақтар құлақты ашып алып жатқан осы. Сұлу көрдім екен деп секіре беруге болмайды. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисінде айтады, қоқыста өскен раушан гүлге құмар болма дейді. Көргенсіз үйдегі қыздан еш нәрсе шығара алмайсың бәрібір дейді. Көрдіңіз ба? Әкесін, шешесін тегін, мінезін, тәрбиесін біліп ал дейді. Ғашық болып қалдым мен, өлеймін, күйемін, сүйемін деп. Ғашықтың 2 айдан кейін бар ғой, батарейкасы сотып қалады ғашықтың. Шынайы массыз шешілген кезде бар ғой. Бекер ғашық болыппын деп айтасың. Сол нәрсеге жетпес үшін дұрыс таңдау керек. Жарды дұрыс таңдау керек. Мынау ең дұрыс болды, жаңылып кете береді. Кім дұрыс тұр? Машалла. Бұл бірінші міндеті. Ер адамның, әйелінің, баласының алдындағы бірінші міндеті дұрыс жар таңдай білу. Екінші міндеті бар. Бұл не? Балаға азан шақырып, дұрыс ат қоя білу керек. Құлағына азан шақырып, дұрыс ат. Дұрыс ат баланың тағдырына әсер етеді. Үшінші міндеті, негізгілерін айтып жатырмын, үшінші міндеті балаға білім мен тәрбие беру керек. Көрдіңіз ба? Бағанағы бала сияқты әкем клиенттермен жақсы болғандай, менімен жақсы болса екен деген нәрсеге апармау керек баланы. Балаңмен отырып сөйлесуің керек. Ол да құлшылық болып есептеледі. Балаңа бөлген азғантай уақытың дейді, оған жететін еш нәрсе жоқ дейді, хадистерде келеді. Әкенің баласына беретін ең абзал нәрсесі бұл уақытын бөліп тәрбие беруі дейді. Әке бір жақта соткімен, шешем бір жақта соткімен, бала бір жақта соткімен сондайға кетіп бара жатырмыз. Анау телефоннан тәрбие алып жатыр, мынау ананың өмірбаянының сторисін көріп әлек болып жатыр, мынау басқа біреудің бірдеңесін көріп жатыр, әйтеуір үшеуі үш әлемде өмір сүріп жатыр. Бір-бірімен байланыс жоқ. Тамаққа шақырса, ар жақта залда жатқан адамға тамақ дайын болды деп WhatsApp-тан жазып жібереді. Сосын кухняға барасың. Сондайға апарды өзі. Үшінші міндетім неке, балаға ерінбей, балаға білім беру керек. Білімнің тәрбиенің ең негізі бұл Құдайды таныту дейді, ғалымдар айтады. Құдайды таныған бала ешқашан сені істемейді, опық жегізбейді дейді бала. Тарихта Омар ибн Абдул-Азиз деген табиғин болған. Білесіздер ме, Омар ибн Абдул-Азиз танитындар бар ма? 5-ші әділетті халифа деген атқа ие болған. 2,5 жыл халифа болған. Қараңыздар. 2,5 жыл халифа болған. Бүкіл дүние оны айтып келе жатқанына биыл 1345 жыл болды. 1345 жыл болды. 2,5 жыл халифа болған адам туралы айтып келе жатыр адамдар. Мінбарларда. Өмірлеріне мысал қылып айтып келе жатыр. Сол халифа Омар ибн Абдул-Азиз халифа болып сайланғаннан кейін өзіне тақуалықты ту етеді. Сондай қатты әділетті болады, өте мықты. Бұның әділеттілігі ұнамайды туысқандарына. Халыққа да ұнамайды. Әділдік керек, бізге әділдік керек деп ұрынып отыр қазір. Шынымен әділ болып кетсе бар ғой. Қиын болып қалады кейбір кісілерге. Күніңе разы бол. Осы күніңе, заманыңа разы бол. Ол деген сөз енді олардың күнәсіне разы бол деген сөз емес. Бірақ шектен тыс нәрсені, өзің көтере алмайтын нәрсені талап қылмай қой. Сонда қарасаңшы, ана туысқандары Омар ибн Абдул-Азиздің қасындағы аспазшыны тамағына у қосып беріп өлтіреді ғой. Аспазшысын сатып алады қасындағы. Бұл тамақты жеп қойғаннан кейін бар, біліп қояды, у ішіп қойған Омар ибн Абдул-Азиз. Сөйтеді де айтады, кетіп қалды ма дейді ғой. Ана повар айтады, кетіп қалды дейді. Неге өттің дейді. Қаншаға сатылдың дейді. Пәленбай динарға дейді. Сол ақшаны менен сұрасаң өзім ақ беретін едім ғой дейді. Бұл жерде ақшадан бұрын дейді, повар айтады ғой. Сенің әділеттілігің халыққа ұнамай жатыр тым дейді. Көрдіңіз ба? Сөйтіп бұл кісі 3 күндік ушып қойған екен. 3 күннен кейін өледі. Өлейін деп жатқан кезде жаңа бәлеқорлар бар ғой, бәле іздеп жүретіндер. Бар ма қоғамда? Жетеді бәлеқорлар.
Со бәлеғорлар келіп деген ана өліп баратыр. Омар Силь деген сондай бүкіл дүниені, бұл кісінің мемлекеті мына шеті Қытайда, мына шеті Атлант мұхитында болған мемлекеттің екі шеті. Әлемнің 3/4 билеген халифа Омар ибн Абдул-Азиз. Енді Омар, сен бала шағаң не тастап баратсың деп, өліп баратыр ғой. Бала шағаң не тастап баратсың деп сұрап жатыр. 9 баласы бар екен. Сонда Омар ибн Абдул-Азиз айтты дейді ғой, менің қалған 18 дирхамым бар деп айтады. Дирхам деген күміс ақша. Болар болмас ақша. 18 дирхам ақшам бар дейді. Соның 4 дирхамына кепен алыңдар. 5 дирхамына жер сатып алыңдар. Қара, ана халифаны қара. Мені ана жерге жерлеңдер деп айтса жерлейді ма негізі? Бірақ жерді сатып алып жатыр да. Сөйтіп қалған 9 дирхамы қалды ма? Қалған 9 дирхамды 9 балама бір-бірден бөліп беріңдер деп айтады. Қойш, балаларыңа дүние тастаған жоқсың ба, ештеңе тастаған жоқсың. Өліп баратыр, білгісі келіп баратыр, не тастадың деп. Сонда Омар ибн Абдул-Азиз дейді, балаларыма ештеңе тастаған жоқпын, Алланы тастап баратырмын деп айтады. 9-ына да Құдайды таныттым деп айтты дейді. Олар Құдаймен бірге болса дейді, Алла оларды өлтірмейді дейді. Оларға дүние тастап, мен өткеннен кейін дейді, олардың істейтін күнәларына мен үлескер болып қалмайын деп айтты дейді. Мен балаларыма ол дүниені тастап не істемейін дейді, балаларының күнәларына үлескер болып қалмайын дейді. Шынымен сондай болды дейді. Одан кейін халифа Сулейман ибн Абдул-Малик деген кісі болды дейді. Ол халифаның пәленбай баласы болды дейді. Бірақ ол балаларының әрқайсысына 1000 динардан тастаған. Динар деген алтын ақша, ділда. 1000 динардан тастаған дейді. Бірақ ол қателесіп қалды дейді. Балаларына Алланы үйретудің орнына дүнияны тастап дейді. Сөйттік те біз дейді, екеуінің де балаларын көрдік дейді. Оқиғаны риуаят етіп жатқан кісі айтады. Біз екеуінің де балаларын көрдік дейді. Омардың балалары әрқайсысы кедей-кепшіктерге, жетім-жесірлерге пайдасы тиетін үлкен байлар мен ғалымдар болды дейді. Сүлейменнің балалары көшемен көше тентіреп қайыршырақ кетті дейді барлығы дейді. Содан бастап біз білеміз дейді, балаға дүние емес Құдайды тастау керек екен дейді. Дүниені ол өзінің уақытында табады дейді. Ешкім дүниемен келмейді. Адамдар өмірге ештеңесіз келеді, білесіздер ғой, адамдар өмірге еш нәрсесіз келеді. Бірақ бүкіл нәрсенің артынан не істейді? Ұрмақ. Бүкіл нәрсені жинауға ұмтылады. Соңында барлығын тастайды, жалғыз кетеді. Және сол жинағандар үшін Алланың алдында есеп береді. Ештеңесіз келдің, ештеңесіз кетесің, бірақ екі ортада жинағаның үшін жауап бересіз. Адалдан жинасаң есебің оңай болады. Арамнан жинасаң балаңды тозаққа бересің, өзіңнің есебің ауыр болады дейді. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям балаларыңа әкелген арам тамақтан әрбір жасушасы өмірге келетін болса дейді, сол жасушалары тозаққа жануға лайық болады дейді пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Өз балаңды өзің тозаққа жатпа дейді. Мінекей осындай отбасы барлығымызға аманат. Жастар жақсы жар таңдауды және де бала шағаға дұрыс ат қоюды, оған білім беруді. Төртіншісі, бала шағаңа, балаңа, қызыңа дұрыс жар таңдауды үйрету керек. Балам сүйгеніңмен қосу, қақтам деді ол кім екен? Бет-аузы жылтырап тұрғанмен ар жағында кім екенін білмейді ғой. Сондықтан соңына дейін көмектес. Сенің қарттығың әдем өтсін десең, балаңа дұрыс келін таңдауға көмектес. Дұрыс жар таңдауға көмектес. Балаң қайтадан баяғы қоқыста өскен раушан күнгейге барып ұрынып, сенің қарттығың қариялар үйінде өтіп кетпесін. Қариялар үйіне апарып атқан жігіттер өзінің идеясымен апарып атқан жігіттер емес, қатындарының идеясымен апарып атқан жігіттер. Сұраңыздар, қарттар үйіне барып тұрасыздар ма? Сұраңыздар. Кімнің кесірінен болды деп айтады? Келінімнің деп айтады. Баламыздың арамызға от салып жіберді еткенін дейді. Көрдіңіз ба? Неге? Сенен де қате кетті ол кезінде. Сол келінді неге барып таңдауға көмектеспедің балаңа?
өзіңнен де бар. Енді соның зиянын өзің тартасың. Міне дін, шариғат, Құдайдың исламы адамдардың дүниеде бақытты өмір сүруін қалайды бауырлар. Ұстансаң дін қасиетін, ұстай алмасаң қасіретін деген осы. Сондықтан Құдайдың мына шариғатын берген исламның әрбір заңдылықтарын өзінің орнына қойып ұстайтын Алланың сүйікті пенделерінен болып нәсіп етсін баршамызға. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям күллікум раин ва күллікум мас'улун ан раиятихи дейді. Сендердің әрқайсың бақташысыңдар дейді. Бағып атқан нәрселерінен сұраласыңдар дейді. Еркек өзінің отбасы үшін сұралады. Әйел күйеуінің мал дүниесі үшін сұралады. Техничный тығып алып, төркініне бер жіберетін әйелдер Алланың алдында есеп береді. Күйеуіне айтпай төркініне дүние жіберетін әйелдер Алланың алдында есеп береді. Әйелдің не то что төркініне жібергені, күйеуіне айтпай қылған садақасы да дұрыс болмайды, ұстаған нәпіл оразасы да дұрыс болмайды, нәпіл намаздар да дұрыс болмайды. Күйеуі білмеген Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямға бір әйел келеді, сахаба әйел. Я Расулалла, менің күйеуім дейді. Маған нәпіл ораза ұстатпайды дейді. Ойбай. Менің күйеуім дейді, таң намазына ұйықтап қала береді дейді. Менің күйеуім дейді, намаз оқып жатсам намазымды бұздыртады дейді. Сонда Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям, сенің күйеуің таза оңбаған екен бар ғой ше, деп айтпаған, күйеуің шақыр деген. Көрдіңіз бе? Екі тарапты тыңдамай шешім қабылдауға болмайды. Бір тарапты тыңдап алып, анан жаманшылыққа шығаруға болмайды. Екіншісі, Пайғамбарымыздың әділеттілігін көрдіңіз бе? Шақыр күйеуің деді. Күйеуін шақырды, күйеуіне айтты. Әйелің осылай шағымданып жатыр. Ораза ұстайын десем ұстатпай деп айтады дейді. Дәл солай деп айтады, ана жігіт бар ғой. Солай дейді, я Расул. Неге ұстатпайсың десе, я Алланың елшісі, біз дейтін, енді үйленгенбіз дейді да. Мен жұмыстан дейді, үйге асығып аппетитпен келем дейді да. Аузым берік дейді анау. Настроением түсіп кетеді дейді меніңше. Не істеймін мен енді дейді да. Тұла бойым тулап тұр дейді. Сонда Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям ана әйелге айтады, күйеуіңнің разылығынсыз ұстаған нәпіл оразаң дұрыс болмайды деп айтады. Көрдіңіз ба? Енді ана күйеу өзінің әйелі оразамын десе, қаққа барады енді? Басқа біреуін алайын десең, тағы алғызбайды мысалы, қара қырғын. Ол тасыш енді, жалпы деймін да мысалға. Қаққа барады енді? Екіншісі дейді, намазды неге бұзасың? Алланың елшісі дейді, мен қарным ашып өлейін деп келем дейді да. Мынау бесін оқып тұрып дейді. Бақарамен не оқитын білмеймін, ұзақ оқиды дейді намазды ше. Қысқартсайшы деп айтамын дейді да, қысқартсайшы тамақ ішейік, жұмысқа кетейік деген. Сонда ана әйел айтады, Алланың елшісі, мен Құранды ұмытып қалмайын деп намазды оқимын. Намазды ұзақ оқуың дұрыс болмайды дейді, күйеуің келген кезде дейді. Намазың қысқа сүремен де дұрыс болады сенің дейді. Инна атойнака кәусар бар ғой, оқысайшы. Көбісі жаттай алмайтын ауыр сүре бар ғой, соны оқысайшы. Үшіншісі не дейді? Таң намазына ұйықтап қала береді дейді. Негізі ол сахаба әйелдің бұлай айтуы күйеуінің айыбын ашу дұрыс па? Дұрыс емес. Бұл сахаба әйелден қате кетіп жатыр негізінде. Алла тағала Құран кәрімде әйелдер сендер еркектерге дейді. Еркектер сендер әйелдерге бір-біріңе несіңдер дейді? Киімсіңдер дейді, қараңыз. Бір-бірлеріңе киімсіңдер дейді. Анау күйеуінің айыбын бүкіл төркініне жайып отырады. Білмеймін, түннің ішінде келеді, не істеп не қойып атқан білмеймін. Мамасына, әкесіне, сіңлісіне, подружкасына бәрін айтып отыр, күйеуінің не істеп жүргенін. Бүйтеді, сөйтеді. Біреулер бар дейді, өзінің төсекте болғанын айтып отырады дейді. Қиямет күні Құдай ол адамдармен есептесуге назарын салмайды дейді хадистерде. Ауыр жағдай бұл. Бір жігіттер бар дейді, күйеуінің әйелінің айыбын ашып жүреді дейді. Құрсын, андай, мындай деп. Жоқ, бір-біріңе киімсіңдер деген сөз. Қараңыздар, мен үстімде мына жерде киім тұр ғой, мен қай жеріме операция жасалған білесіздер ме? Кім біледі мен қай жеріме операция жасалған? Маған операция жасаған хирург қана біледі, дұрыс па? Ол да ұмытып қалған шығар, клиенті көп қойыңда. Кім айтады, қай жеріме операция жасалған?
Ha? Жүрек. Афин, Құдай сақтасын. Көрдіңіздер ма? Білмей жатсыздар. Біреу аппендицит дейді. Біреу бірдеңе деп жатыр. Білмей жатсыздар. Неге білмей жатсыздар? Өйткені менің үстімде міне, ер мен әйелдің айыбын көрпесінің астынан шықпау керек дейді имам Шағрауи айтады. Бөлме емес, көрпенің астынан шықпау керек дейді. Қазір сенің айыптарыңды әлем көріп жатыр дейді. Үйіңдегі бүкіл нәрсені бүйтіп түсіріп жүр. Күйеуінің не істеп не қойған, нәскиін жинап жатыр. Зачем біреуге сен күйеуің нәскиін жинаған? Күйеуіңнің айыбын, әрбір үйдің өзінің құпиясы сыры бар. Соны әлемге жариялап жатқан әйел де, оны жариялап жатқан еркек те дұрыс болмайды шариғатта. Көрдіңіз ба? Міне киім деген осы. Бір-бірінің ішіндегі айыбын білмей, менің ішімдегін білмейсіздер. Сол сияқты кімнің синасында не болып жатқанын ешкім білмеу керек. Осыны ұмытпау керек. Міне жаңағы әйелдің күйеуім таң намазына ұйықтап қалады деген әңгімесі, бұл өте айып әңгіме. Күйеуінің айыбын ашып тастап жатыр ол әйел. Көрдіңіз ба? Осындай әйелдер бар. Мен күйеуім тұрмайды таң намазына. Сенің күйеуің таң намазына тұрмаса, оята алмаған сенің кінәң онда. Оятпайсың ба? Башмайынан бастап массаж жасап. Тұра ғой, Құдай күтіп жатыр сені деп. Жай намаз қанша аласа болса да, оның үстіне шығу саған қиын болмайды деп. Айтпайсың ба сондай күшті сөздеріңді? Өзің бірінші орын аласың ұйықтаудан, күйеуің екінші орын алады, сосын не істейді намаз? Түнімен бала еміздің деп еще ақтайсың, өзіңді ақтағың келеді. Дұрыс шығар енді, ол да бар шығар. Өйте бар айтады екенсің, онда күйеуіңнің айыбын ашпасың. Көрдіңіз ба? Күйеулерде әйелінің айыбын ашу болмайды. Ан жер ұнамайды, мен жер ұнамайды деп. Ақыр өзің ғой алған соны. Міне сол әйелдің пайғамбар салсам айтты, Сафуан деді, Сафуан ибн кім еді? Сафуан ибн Муаттал деген сахаба екен ғой. Соған айтты, Сафуан дейді. Енді мына әйелің айыбыңды ашып қойды ғой деді. Әйелің айыбыңды ашып қойды. Бірақ деді, намазда деді, ұйқыңнан тұрғаннан кейін оқып ал деді бірден. Неге өйтіп намазыңды қаза қылып жүрсің деп еді, Алла несі, менің сменім түнгі сменде деп айтады. Менің жұмысымды білесіз бе, я Расул? Сөйтсек бұл кісі атбек екен ғой, сахабалардың атына қарайды екен, пайғамбарымыздың да атына қарайды. Түнімен атты жемді суарып біткенге дейін, ол жағына батарейкасы отырып құлаған кезде таң намазда қосып кетіп қалатын болып тұр ғой. Көрдіңіз ба? Сондықтан, құрметті бауырлар, 90 ауыз сөздің енді тобықтай түйіні Алла тағала Құран кәрімде бізге үйретті ғой. Раббана хаблана мин азважина ва зурриятина құррата аюн дейді. Ана қарасаңызшы, Раббымыз менің әйелдерімді деп айтады, бұл жерде. Тәуекел. Аят қой енді қайтемін, мен өзгерте алмаймын әйелімді деп. Раббымыз дейді, менің әйелдерімді дейді, бала шағаларымды көзімнің қуаныш ете көр дейді. Ол не деген сөз? Ол деген сөз, үйге кіріп келген кезде, әйеліңді көрген кезде де, балаңды көрген кезде де, Құдай есіңе түсіп, қуаныштан көзіңе жас келу деген сөз екен. Раббым, рахмет саған, осындай әйелді маған сыйлағаныңа. Раббым, рахмет саған, осындай баланы тәрбиелеп отқан әйелді сыйлағаныңа. Осындай керемет ұрпақты тәрбиелегеніне рахмет дейтіндей, қуаныштан өзіңмен өзің жылайтын көз жас. Мына дұғаны жаттап алыңыздар. Көп көмектеседі иншалла. Енді Құдайдан басқа ешкім өзгерте алмайды ғой ешкімді. Қараңыз, бірінші кімді айтып жатыр? Әйелдерімізді. Бірінші адамға керек жанына жақын кім екен? Әйелің екен ғой. Екінші, одан шығатындар бала шағаларымды дейді. Көзімнің қуаныш ете көр. Оларға қараған кезде көзім қуанатын, көзімнен қуаныштан жас тамшылайтын сондайлардан ет. Одан кейін не дейді? وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا. Және менің өзімді дейді, тақуалардың имамы ете көр дейді. Ой, не деген мықты дұға мынау. Құранда келген дұға, құрметті жамағат. Бүкіл үмметтің алдына бірінші нені шығарып жатыр Алла тағала? Отбасын шығарып жатыр. Отбасы бұл үмметтің бір бөлшегі. Отбасың бірінші орында тұрады әрқашан.
Жамағат пен үммен екінші орында тұрады. Жамағатты тәрбиелейін деп отбасыңды тастап қойма. Отбасыңды тәрбиелейін деп үмметті тастап қойма. Әрқайсының өзінің балансын ұстап тұру керек. Түсінікті ғой бауырлар, иә? Раббана хаб лана мин азважина ва зурриятина қуррата а'юни вадж'ална лил муттақина имама деген қай сүреде бұл? Фурқан сүресінің Духан сүресінің 61 аят. Духан сүресінің 61 аяты. Жамағат біліп алыңыздар, жаттап алыңыздар. Бұны бойдақтар да, отбасы барлар да дұға қылыңыздар. Фурқан ба? Фурқан сүресі екен. Алла разы болсын баршаларыңызға. Артық кем кеткен жерлеріңізді Алла кешірсін. Алла баршамызға пайдалы білім берсін.